Саламатсыздар ма? Құрметті терминология мәселелерімен айналысушылар, терминология мәселелеріне қызығушылық танытушылар және жалпы тыңдарман. Біздің бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы терминдерге қойылатын міндетті нормативтік талаптар мәселесі деп аталады. Осы ретте терминдерге қойылатын негізгі нормативтік талаптарға көшпес бұрын, ең алдыменен біз терминология саласында негізгі терминдердің терминологиялық мағыналар жүйесін түсініп алуымыз керек. Қазіргі таңда терминология, терминтаным теориясында оның мынандай категориялары бөлініп, іріктеліп, көрсетіліп жүр. Ең алдыменен бұл заттық категория, яғни термин ұғымының астарында міндетті түрде заттық денотаттық қатынас болады. Екіншісі үдерістік категория, яғни өзімізде біліп отырмыз, яғни белгілі бір үдерістің атауларын білдіретін терминдер. Жағдаяттық категория, режимдік категория, өлшемдік категория салалары негізінде техника ғылымдарына тән категориялардың мағыналар жүйесі. Шама категориясы және ғылым мен оның салаларының категориясы, кәсіптер мен жұмыс категориясы. Бұл енді екі соңғы аталған категориялар жалпы ғылым салаларының барлығына тән келеді деп айтсақ та болады. Енді кез келген тілдің өзінің термин жасам элементтеріне айналған қосымшалар жүйесі болады. Мысалы, қазақ терминологиясында тұйық етістік үдеріс мағынасын білдіретіні баршамызға белгілі. Мысалы, айыптау, анықтау, тергеу, бұрғылау, сақтандыру және тағы басқа. Енді мысалы, мен жұрнағы арқылы келетін терминдердің барлығы ғылыми ұғым атауына айналып баратқанын да білеміз. Мысалы, әсіресе мына біздің тілтаным саласындағы терминдердің басым көпшілігі осы жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, айтылым, акустика, жасалым, артикуляция, қабылданым, восприятие речи дейді, естілім, перцепция, үндесім, сингармонизм деген секілді. Енді бұл жерде айта кететін жайттардың бірі, көптеген біз айтып отырған, жұрнақ деп отырған элементіміздің барлығы қазіргі таңда термин таным тұрғысынан термин жасам элементіне айналған қосымшалар деп отырмыз. Сондықтан да мәселен мына қыш пен кіш, ғыш пен гіш, құрал, сайман, құрылғы, аспап атауын білдіреді, тағы осындай. Осындай термин жасам элементтерінің жіктелімі және оның түгелдей деп айтпасақ та, бірақ 70-80% мына біздің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты терминология бөлімі негізінде жасалып, өңделіп, реттеліп қойған жұмыстардың бірі. Енді осы ретте тікелей жалпы терминтаным теориясында қалыптасқан терминдерге қойылатын талаптардың негізі мыналардан құралады. Ең алдыменен кәдімгі дәстүрге айналған терминнің бір мағыналық қасиеті. Яғни кез келген термин тек қана бір мағыналы болу керек, көп мағыналыққа жол бермеуіміз керек деген нормативтік талап бар. Екіншісі ол жүйелік. Бұл да өте түсінікті. Кез келген термин өз жүйесіндегі орны болу керек және сол терминологиялық жүйеге сәйкес сөз жасалымы да сол жүйеге сәйкес болуы тиіс. Енді тілдік бағдар деген нормативтік терминге қойылатын талап бар. Бұның негізгі авторы белгілі орыс ғалымы Реформатский. Оның айтуы бойынша ғалымның грек-латын термин элементтері халықаралық кәсіби тілдесімді жоғары деңгейде қамтамасыз етеді дейді. Яғни бұл жерде терминологияның интернационалдандыру мәселесі айқын көрініп тұр. Алайда бәсекелестікте өз тілі негізінде жасалған термин жүйе ұтымды болатынын да біз ғалымдар тарапынан дәлелденген негіздеме десек болады. Келесі талап ол уәжділік талабы. Яғни кез келген терминнің таңбасында, формасында оның уәжі айқын болуы тиіс. Мүмкіндігінше әрине. Қысқалық,
талабы дәлдік және эмоционалды экспрессивтік бейтараптық деген осындай негізгі талаптар терминдерге қойылады. Енді терминдердің негізгі нормативтік белгілері қандай? Олар ең алдыменен атаудың ұғым мазмұнына сай келуі, келмеуі, терминнің көп мағыналылығына мүмкіндігінше жол бермеу, жаңада айтып кеткен болатынбыз. Термин синонимдердің санын шектеу. Жалпы синоним дегеннің өзі бұл жалпы әдеби тілге, жалпы қолданыстық сөздерге келетін шығар. Алайда терминология мәселесіне келгенде біз синоним деген ұғымды жалпы атамаймыз. Бізде терминология саласында дублеттік қатынастар болады. Мысалы, офтальмолог, окулист деген секілді. Сондықтан синонимдерға да жол бермеуге тырысу керек. Төртіншіден, термин вербалдануының ұтымды формасын беру. Осы мәселе қазір теориялық тұрғыдан өте ғалымдар тарапынан өте өзекті талданып жатқан мәселелердің бірі. Терминнің қысқалық белгісін, жеңіл айтылуын қамтамасыз ету, және де жаңа терминдерді өздерінің терминологиялық өріс үлгілеріне сәйкес жасап енгізу. Енді терминологияларға қойылатын нормативтік шарттар қандай? Тағы да сол жүйелік. Байқасаңыздар, терминдерге қойылатын талаптардың бірі де жүйелік. Терминдердің негізгі нормативтік белгісінде де жүйелік, терминологияға қойылатын нормативтік шартта да жүйелік басталады. Яғни терминдердің жүйелік қасиеті өте бір маңызды, өте бір жоғары маңызға ие принциптердің бірі болып табылады. Бірізділік, термин мен ұғымның бір мағыналық сәйкес келуі, семантикалық дәлдік, қысқалық, терминдер жарыспалылығы мен варианттылығын айқындап, қажеттілерін енгізу. Яғни біз біріздендіру мәселесіне келетін болсақ, онда мүмкіндігінше терминдердің көп варианттылығына, жарыспалылығына жол бермеуіміз қажет. Енді терминологиялық жүйе қалыптастырудың талаптары. Осы жүйелік мәселесі осы жерден де көрініс табады. Яғни, кез келген терминологиялық жүйені қалыптастыру үшін мыналар қажет. Ең біріншіден, жаңадан жасалған арнаулы атаулардың ішінен қажетті ұтымды терминді іріктеп алу. Екіншіден, оларға дәл белгіленген анықтама беріп тіркеу. Шын мәнінде қазір көптеген ғалымдар бірізділік, бір мағыналы, қысқалық талаптарынан көрі терминнің дефинитивтілік мәселесін алға қойып жатыр. Себебі дефинициясыз термин емес деген нәрсе. Сондықтан екінші талап соған келіп тұр. Оларға дәл белгіленген анықтама беріп тіркеу дегеніміз. Үшіншіден, терминнің бір мағыналылық ерекшелігі ескеріліп, қажетті синонимдерден шектеу. Яғни, тағы да синонимдер болмау керек. Терминдердің өздерінде де, терминологиялық жүйе шеңберінде де. Енді терминдер қолданыс аясы бойынша былайша шектеледі. Бірінші, ол жалпы қолданыстық терминдер. Жалпы қолданыстық терминдер дегеніміз жалпыға түсінікті, қолжетімді, барлық тіл тұтынушыларына түсінікті деген терминдер. Яғни біз күнделікті өмірде де сол терминдерді пайдаланып қолданамыз, тілдесімде, тағы басқа жағдаяттарда. Екінші, ол сала аралық терминдер. Яғни бұл терминдер бірнеше ғылым салаларына ортақ болып кетеді. Мысалы, сол ұғым, сол категория, сол форма, сол жүйе, тағы басқа деген терминдердің барлығы салаларық терминдер қатарына жатқызылады. Енді үшінші, ол тар салалық терминдер. Бұлар бірегей, концептуалды, авторлық, жұмсалымдық тұрғыдан аса оқшау келеді. Себебі бұл терминдер тек сол сала мамандарына ғана түсінікті, сол тар сала маманы ғана білетін, түсінетін терминдер жатқызылады тар салалық терминдерге. Мысалы, тілтаным терминдерінің барлығы бірдей, көпшілік мейлі ол ғалым болсын, мейлі оның жоғары білімі болсын, түсінікті бола бермейді. Оны тек тілші мамандар ғана білетін терминдер біздің тар салалық терминдер қатарымызға жатқызылады. Енді көптеген мәселелер, нормативтік талаптар жайында біз не үшін осы мәселені қозғай келеміз? Себебі көп жағдайда бізде
мына терминдерді аудару немесе аудармау мәселесі жиі көтеріліп жатады. Сондықтан терминдер міндетті түрде ана тілімен игеріледі, егерде ол жалпыға түсінікті, жалпыға қолжетімді мағынамен сипатталатын болса. Онда әрбір ұлт тілі өзінің тілі негізінде термин жасауға талпыныс жасайды. Екіншіден, коммуникативтік тұрғыдан белсенді сипатқа ие болса, яғни ол күнделікті қолданыста жүрген термин, немесе қолданыс жиілігі жоғары болса. Мысалы, бізде терминдер қатары бар, олардың қолданыс жиілігі өте жоғары болады, және қолданыс жиілігі өте төмен терминдер қатары да кездеседі. Яғни, ұлт тілімен игерілетін терминдердің қолданыс жиілігі жоғары болуы керек. Келесі, терминдерді ана тіліне аударудың, игерудің өлшем шарттары. Мысалы, жалпы қолданыстық терминдер толықтай ана тілі негізінде жасалуы заңды деп санаймыз. Сала аралық терминдер тілдің мүмкіндіктеріне орай жасалуы тиіс. Енді тар салалық терминдер, бұл концептуалды авторлық жасалымдар, егерде терминдерге қойылатын барлық нормативтік талаптарға сәйкес келген жағдайда, олар кәдімгі мына терминологиялық жүйелерге енгізіліп, терминологиялық өріс шеңберінде өз орнын алып жатады. Енді кез келген термин жасам барысында біз міндетті түрде терминдердің синтагматикалық жүйеге және парадигматикалық жүйеге сәйкес келмеуі мәселесін ескеруіміз қажет. Өйткені көптеген жағдайда біз терминнің синтагматикалық жүйесін негізге аламыз да, оның парадигматикалық қатынастарын мүлдем ұмытып кететін тұстарымыз болады. Сондықтан, мысалы, бір терминнен бірнеше термин жасалуы мүмкін. Сондықтан қараңыздар, мысалы, жаңа жоғарыда айтылып кеткен айтылым, жасалым, естілім дегендердің барлығы синтагматикалық жүйеге негізделіп тұрса, парадигматикалық қатынас дегеніміз ол мына тігінен келген қатынас. Сонда қараңыздар, мысалы, жүйе термині система ретінде, ал енді осы системаның мысалы орыс тілі арқылы келген бізге қазақ тіліне, бірақ орыс тілінде оның мынандай термин жасамдық қатары бар. Система, системный, систематизатор, систематизация, систематизированный, систематизировать, систематизироваться, систематика, систематичный, систематический дейді. Сонда неге біз термин жасам барысында терминнің осы парадигматикалық қатынасын ескеруіміз керек? Мысалы, системаны жүйе деп алдық па, осы жүйе сөзі, түбір сөз, бүкіл осы қатынастарды беру керек. Сонда біз талдап қарасақ, жүйе термині қазақ тілінде жүйелі, жүйелеуіш, жүйелегіш, жүйелеу, жүйеленген, жүйелендірілген, жүйелендіру, жүйелену, жүйелендірілу, жүйеленім, жүйелі түрде деген секілді бере алады екен. Енді бұл жерде сіздерден мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Неге систематичный және систематический екеуі де бір формада беріліп тұр жүйелі түрде. Себебі орыс тілінде систематичный мен систематическийдің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Кез келген сөздікті ашып қарасаңыздар, систематичный то же самое, что систематический дейді, систематическийді алып қарасаңыздар, то же самое, что систематичный дейді. Яғни оның екеуін ауыстырып, алмастырып қолдана беруге болады. Сондықтан да біз екеуіне де жүйелі түрде деген нұсқасын беріп отырмыз. Жалпы қорыта келгенде, біз айтылған нормативтік талаптардан басқа да қазіргі таңда терминдерге прагматикалық талаптар да қойылып жатыр. Бұл прагматикалық талаптар дегеніміз ең алдыменен ол терминнің енгізілгендігі дейді. Яғни тілде болу керек. Яғни ол термин тілде орын алып қолданылу қажет. Және оның жалпы қолданыста болып, жалпыға танымал, жалпымен қабылданған термин болса, онда оның прагматикалық талабының бірі оның тілдік жүйеге енгізілгендігі дейді. Келесі талап прагматикалық, бұл заманауилығы дейді. Яғни
қазіргі таңда бізде де көнерген терминдер немесе қолданыстан шығып бара жатқан терминдер қатары бар деген сөз. Мысалы, сол көне немесе ескірген терминдерді жаңа қазіргі заман талабына сәйкес терминдермен ауыстыру құбылысы. Мысалы, малшы дегеннен гөрі мал шаруашылығының маманы, немесе мысалы кезінде құрылыс сәулет саласындағы бетономешалканы қазір бетоносмеситель деп ауыстырып жатыр. Яғни оның прагматикалық бұл талаптың басты шарты терминдер өзінің заманына сәйкес болу керек деген талап. Және терминнің құлаққа жағымды, айтылымға оңай талабы. Яғни кез келген терминді ол бір басқа мағына, басқа бір ренг тудырмау керек, ешқандай экспрессиясы болмау керек, эмоциясы болмау керек. Яғни ол жағымды естіліп, айтылуы оңай талаптарының бірі. Жалпы қорыта келгенде, егерде осы нормативтік параметрлердің барлығы термин жасам барысында ескерілетін болса, онда міндетті түрде бұл талаптарға сәйкес келетін термин өзінің терминологиялық жүйесі мен өрісінде орын алары сөзсіз. Тыңдағандарыңызға рахмет.